Баршаңызға сәлем. Түскі асқа немесе кешкі асқа не тағам дайындаймын деп ойланып отырған болсаңыз, онда осы жаркое тағамын дайындап көріңіз. Өте керемет тойымды тағамдардың бірі. Ең алдымен қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құямыз. Бұл жерде менде тауықтың 2 сан еті. Жақсылап жуып тазалап, бөлшектерге бөліп, қызып тұрған майымызға салып қуырамыз. Жақсылап қуырылғаннан соң үстінен пиязымызды да салып, оны да жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Пиязымыз жақсылап қуырылғаннан соң үстінен сәбізімізді салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Үстінен томат пастасын салып, оны да жақсылап араластырып қуырамыз. Томатымыздың қышқыл дәмі кеткенше 5-6 минут шамасында жақсылап қуыратын боламыз. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Енді кезекте біз картоп қосатын боламыз. Картоптың көлеміне қарай, ең кішкентай картоп болса 2-ге бөліп, орташа көлемінде болса 4 бөлікке, немесе одан үлкен болса 6-8 бөлікке бөліп қоса бересіздер. Содан соң үстінен сарымсағымызды қосамыз, яғни чесногымызды, барлығын жақсылап араластырамыз. Достар, қазақша контенттің, яғни қазақша фудблогтың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, өз ойларыңызды қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да кереметтей рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоның үстіңгі бөлігіне мен өз инста парақшамды қалдырдым. Инста парақшама да тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Осы жерде дәміне қарай тұзымызды және қара бұрышымызды, паприкамызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң үстіне суымызды құямыз. Бұл жерде суды өз қалауларыңыз бойынша құйсаңыздар болады. Егер сорпалы тамақты қаласаңыздар, онда суын көбірек құйсаңыздар. Және 2 немесе 3 лавр жапырағын салып, 30 минутқа қалдырамыз. Мінекей достар, осымен біздің тағамымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет.